12 жасқа толған балаларға арналған. Ауылдың мәселесі шешілмей, қаланың жағдайы түзелмейді. Ендеше ауыл халқының әлеуетін арттыруға арналған ауыл аманаты жобасын бүгін талқылаймыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, арнамызда алғаш рет ауыл аманаты бағдарламасы. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Енді өздеріңіз білетіндей, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының ауыл аймақтарын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы бірінші жарлығы шеңберінде облысымызда іске асырылып жатқан басты және ауқымды жобалардың бірі ауыл аманаты жобасы. Осы ретте облыс әкімі Ералы Лұқпанұлы Тоғжановтың бастамасымен қолға алынған стартап жобаның игілігін ауыл тұрғындары көріп отыр. Сөзімізге дәлел болсын, енді Мәртөк ауданына арнайы барып түсірілім түсіріп келген әріптестеріміз бар. Назар аударайық экранға. Ауыл аманаты жобасы халықтың әл-ауқатын көтеріп, жұмыссыздық деңгейін төмендетуді көздейді. Ауылдықтар жылжай салып, құс шаруашылығымен айналысуға немесе өзге де бағыттарда кәсіп ашу үшін небәрі 2,5%-бен несие ала алады. Шағын несие беру мерзімі 5 жыл, ал мал шаруашылығы саласындағы бастамалар үшін 7 жыл беріледі. Мәртөкте 242 адам 700 миллион теңгенің жобасын ұсынған. Қазір нақты 50 миллион теңге көлемінде 15 жобаға несие мақұлданды. Ауыл аманаты бағдарламасында 3 миллион теңге несие берілді. Қазір өтінім қабылданды, мақұлданып жатыр. Құс өсіру аймағында жоспарлап отырмыз. Енді менің қояр сұрағым, алда осы несиесіз, осы несиемді рассрочкасыз алдын ала жатқан жағдайда мен тағы да несие алуға өтінім берсем, қандай жеңілдіктер болады? Сен уже мынаны бітіріп тастап, уже болашаққа боласың. Қандай керемет. Жақсы, көмектесеміз. Сіздер сияқты ұмтылған адам бәріне көмектесеміз. Қайдан алуға да болады? Жақсы ма? Ертең мен ашық айтқанда қазір оған біраз ақша сұрадым. Енді үкіметтен аламын. Қазір мына қосымшама 3,5 миллиардта қазір көзбен салады. Болашақта тағы да ақша алсам, оны даже малды сатып алуға шейін шешім қабылдаймыз. Аталған жоба аясында жергілікті шаруа қожалығы тауарлық несиеге 10 бас мүйізді ірі қара беру туралы меморандумға қол қойылды. Ортамызда Мәртөк ауданы әкімінің орынбасары Қуандық Қуанышұлы келіп отыр. Жаңа Мәртөк ауданының бейнематериалын көрдік. Жалпы ауданда ауыл аманаты жобасы бойынша бұдан өзге де қандай ілкімді жобалар қолға алынып жатыр? Саламатсыздар ма? Өзіңіз айтып кеткендей, ауыл аманаты жобасы біздің облыста басталып кетті. Соның ішінде Мәртөк ауданы бойынша ауыл аманаты жобасы бойынша біздер қазір ең басты скрининг өткізіліп, әр ауылдық округтерде осы жобаға қатысуға белсенді азаматтарды анықтау барысында скрининг өткізілді. Мәртөк ауданы бойынша қазір Мәртөк ауданында 13 ауылдық округ, 32 елді мекен бар. Барлығы 30.400-ге жуық халқымыз тұрады бұл елді мекендерде. Аталған округтардың округ әкімдері скрининг барысында жалпы ауыл аманатына қатысуға белсенді, сонымен қатар атаулы әлеуметтік табыстарын алатын жұмыссыз немесе өзін-өзі жұмыспен қамту азаматтарды анықтап, оларды осы ауыл аманаты жобасына қатыстыруға жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді ауыл аманаты жобасы ең бастысы, өзіңіз айтып кеткендей, бұл елді мекендердегі жұмыссыз азаматтарды және әлеуметтік атаулы төлемдерді алатын азаматтарды жұмыспен қамту, өз-өздерін жұмыспен қамтуға жоспар құру. Бүгінгі таңда ең бірінші ауыл аманаты жобасында біздер құс бағытында және өсімдік бағытында несиелендіру жүргізіліп жатыр. Аудан бойынша қазір біздер айтып кеткендей 13 елді, 32 елді мекенде 1800 жоба болады деп болжап отырмыз, 5 миллиард 600 шамасында. Бірақ нақты осы күні қазір біздер 487 жобамен нақты жұмыс жасап жатырмыз. 2 миллиард ақшаға бүгінгі таңда СПК-ға 11 жоба бүгінгі таңда мақұлданып, 45 миллионға өз бастауларын тауып жатыр. Соның ішінде жаңа айтып кеткендей құс бағытында, өсімдік бағытында және ет, сүт өңдеу цехтарын ашу, наубайхана ашу деген сияқты бағыттарда ашылып жатыр. Яғни бір ғана мал шаруашылығы емес, құс бағытында да, өсімдік бағытында да, иә? Әрине, бұл жерде енді ең бірінші мәселеміз біздің облыс басшысы
айтып кеткендей, бұл жерде енді мал бағытында қазір енді өздеріңізге белгілі қазіргі жер телімдерінің аздығы, ауылдық елдерде жерлердің аздығы болғандықтан бұл жерде енді мал бағытында бұл несиені беру товарлық кредит арқылы шешіліп жатыр. Яғни айтқан кезде бұл жерде енді товарлық кредит дегеніміз өзіміздің елді мекендерде орналасқан шаруа қожалықтар, белсенді шаруа қожалықтар осы малды товарлық кредит есебінде беріп жатыр. Біздің аудандан да бұл бағытта бастау алып кетті. Бүгінгі таңда 2 ЛПХ деп айтамыз, жаңа 2 жеке кәсіпкер, 10 бас ірі қара және 30 бас ұсақты мал алып, осы товарлық кредит арқылы өз жұмыстарын бастап жатыр. Енді бұл товарлық кредиттің берудің ең бірінші мәселесі, неге бұны тиімді мәселесі деп айтуға болады. Бұл жерде сырттан мал келмейтін болғасын, жердің мәселесі, малдың көбейіп кету мәселесі шешіледі деп ойлаймыз. Осы жалпы аудан орталығынан ауыл аманаты жобасына қатысушылардың бірі Дариға Файзуллақызы, Дариға Файзуллақызы, бұл деген Артуқ ауданы Тәнеберген ауылдық округінде Саржан Сай ауылында тұратын азаматша осы ауыл аманатына қатысып, бүгінгі таңда 5 миллион 95 мың теңгеге өз кредиті мақұлданып, қазір өз жұмысын бастап алып отыр. Бастапқы бағыты бұл кісінің сүт өндіру, айран, қаймақ, сүттен шығатын өнімдерін бәрін өндіріп, халыққа сатып, өз нәпақасын табып, осы бағытта жұмыс жасап жатыр. Жақсы, кейіпкеріміз ортамызда отыр. Дариға Файзуллақызы, қош келдіңіз. Енді біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Шынымен де мұндай кәсіпті бастаудың өзі үлкен еңбек. Жалпы жобаға қалай келдіңіз? Кім сізге ой тастады? Бұл кәсіпті бастауыма біріншіден себепші болған ауыл әкіміміз өзіміздің. Едет ұлымыз ғой, баламыз. Сол бала келіп маған, апа, сіз сол жобаны, сіз ауыл аманаты несін ақшасын алып жұмыс істеп көріңіз. Мен айтам, қорқамыз бұндай нелерді істеп көрмедік қой деп. Жоқ, апа, сіздің қолыңыздан келеді деп маған бағыттау берген, түсіндірген сол жігіт. Баста қорқыныш болды, қалай болады, не істейді деген сияқты. Енді қазір бюджетімізде ақша тұр, жұмысты бастайық деп тұрмыз. Басында шынымен де күмән болды, бастасам қалай болады екен, ертең күні оны алып кете аламын ба деген секілді. Қандай қиын бір нелерден бір адам баласы болғаннан кейін не болады ғой? Қорқыныш болды. Қорқыныштың бәрі жеңілді. Қазір учетымызда ақша бұйырса жұмысты бастап жіберейік деп тұрмыз отырғанда. Алла бұйырса. Барлық енді нелерімізді алып, заң бойынша барлығына істейміз. Бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Қанша қаржы көлемінде несие алдыңыз? 5 миллион. Кәсіпорныңызда өзіңізден басқа да жұмысшылар бар ма? Бар. Семьяммен 2 келінім бар, қыздарым бар. Жалғыз өзіңе ол 500 литр сүтті алып, айран қылып, ірімшік істеу деген оңай зат емес. Қасымда енді жанкүйерлерім бар. 5 баланың анасымын. Балдарым енді жұмыс басты. Бәрекелді бір шапала ұрып қояқшы, 5 баланың анасымын деп. Рахмет. Екінші кейіпкеріміз ортамызда отыр, Эльмира Нұржігітқызы. Сіз де ауыл аманаты жобасы бойынша өзіңіздің кәсібіңізді бастадыңыз. Бағанағы сауалды сізге де қойғым келіп отыр. Жалпы кім түрткі болды осы кәсібіңізді ашуға? Данную информацию я получила от сельского акимата, что идет кредитование на помощь начинающим бизнесменам 2,5%. Это меня заинтересовало. Идей у меня много. Хотелось бы воплотить это в реальность. Қазір қандай кәсіппен айналысып жатырсыз сонда? В данный момент я хотела бы развести птицеводство индюков именно в мясном виде. Болашақта кәсібіңізді үлкейту ойда бар ма? Жанына мүмкін теплица ашу деген секілді? Есть мысли, есть у нас развести птицеферму, в дальнейшем увеличить, если будет спрос. Реализовать все планы. Получается, мясо индюка имеется как диетическое мясо. Она подходит не только диабетикам, спортсменам полностью. Вот. Негізі бұл жоба шынымен де жобаға қатысушылар үшін қолайлы ма, кәсіпкерлер үшін? Бұл жерде ешқандай ұтылыс жоқ, тек ұтамыз. Алыңыздар, қорықпаңыздар. Аққұл Сәбет Төлеуқызы, ауыл аманаты жобаларын басқару департаменті директорының орынбасары. Қош келдіңіз. Ауыл аманаты жобасына кімдер қатыса алады, айтып өтсеңіз? Саламатсыздар ма?
ауыл аманаты жобасы бұл халықтың табысын арттыру бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Басқа қаржы институттарынан қарағанда ауылдық тұрғындар өзінің үйлерін қойып, табыс көзін бизнесті бастай алады. Ауыл тұрғындарын хал ауқатын жақсарту, кооперативтерді дамыту және де ауыл шаруашылығынан шығып жатқан өнімдердің қосалқы құнын арттыру және оның көлемін арттыру болып стратегиялық міндет деп соны атап өткен. Кәсіпкерлерді қолдау үшін шынымен де біз ауыл аманаты дегенде тек жобаны ғана еске аламыз ғой, жобадан бөлек қоғамдық қор да бар. Міне қоғамдық қордың бүгінгі спикерлері ортамызда. Тимур мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы қоғамдық қор бүгінгі таңда немен айналысады? Баршаңызға саламатсыз. Біз Семей қаласының Шығыс Қазақстанда ұлттық тағамдар жасайтын өнеркәсібіміз бар. Өзіміз кәсіпкерміз. Осы Ақтөбе қаласына келіп, соңғы жылы мен Ресейге өзіміздің заттарымызды экспорттағанбыз. Сосын экспорттағанда біраз қиындықтармен шақ болып, сосын мына Уфа деген қалаға, Уфа Қазанға шығарудың жолын іздегенбіз. Сонда екі қаланы қарастырғанбыз, Қостанай мен Ақтөбені. Сосын Ақтөбенің дәл бүкіл сату жағына келіп тұрған жақсы қала екен. Сөйтіп жұмыс сапарымен осы жерге Ақтөбеге келіп, бұл жерде жаңағы ауыл аманаты деген жобаның басталғанын естіп, жергілікті Камшат Шәкірбекқызы деген кәсіпкермен танысып, осы өзіміз енді кішкентайдан қайткенде ауылда өсіп туғаннан кейін ауылды әрқашанда есімізде алып жүреміз ғой. Сосын осы ауыл аманат жобасына кәсіпкер ретінде өзіміз кіріп көрейікші, өзіміздің тәжірибемізді қалай бөлісе аламыз деп, өзіміз осы 2 айдың маңайында 20-тен астам ауылды өзіміз аралап, 12 район, 11 район қарап шықтық. Сол кезде көргеніміз біраз проблемаларды көрдік. Проблемаларды көре отыра, сосын өзіміз жаңағы кәсіпкерлер ретінде біраз қосылып, қоғамдық қор ашпақшы болдық, ауыл аманаты деген. Ол жерде өзіміздің жаңағы кәсіпкерлік тәжірибемізбен бөлісу деген мақсат бірінші. Енді қазіргі кезде мына ауылдың адамдарының біразы, мысалы, біреу түсініп отқаны бар жобаны, біреу түсінбей отқаны бар. Енді жасына сай жастар түсінеді, жас үлкендер түсінбеуі мүмкін. Енді әркім адам кәсіпкерлікті өз бойынша түсінеді ғой. Сосын біз өзіміз кәсіпкер ретінде оны түсінікті тілмен түсіндіретіндей жаңағыдай сабақтар өткізіп отырмыз, мастер-класстар жасап отырмыз. Сосын жаңағы бизнес жоба дейді, сондай нәрселерді тегін жасап, жалпы қоғамдық қордың мақсаты адамдарға кез келген керекті ақпаратты тегін жеткізіп көмектесу. Одан бөлек жаңағы мына 3 бағыттағы жасалынып жатқан жобалардың әрқайсының жіктеп жаңағы қандай жерден мысалы жаңағы нелерді поставщиктер дейді ғой, соларды тауып беруге көмектесуге. Сөйтіп кешегіде мысалы Москваға, Орынборға келдік. Москвада Продэкспо деген үлкен халықаралық выставка болды. Сол жерде мысалы біраз жаңағы поставщиктермен келісіп, олардың барлығын қазір түбінде бір сайтқа ортақ бәріне жаңағы қолжетімді жасамақшымыз өзіміздің атымыздан. Жалпы қор кәсіпкерлерге не бере алады? Қор кәсіпкерлерге енді кәсіпкердің де түрі әртүрлі болады ғой. Мысалы жаңадан бастап жатқан кәсіпкер, ол мысалы біраз уақыттан кейін, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін әрбір даму кезеңінде оған мысалы керекті бір не болады, тәжірибе керек болады. Біз мысалы енді қазір өзіміздің определенный оборотымыз бар, мысалы жасаған біраз жұмысымыз бар. Бұл жерде қазір бастап келе жатқан кәсіпкерлерге, мысалы 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерге біздің артық тәжірибеміз болса, олардың мысалы жаңағы кәсіпкерлік тәжірибемен бөлісіп, ары қарай оларды шетелге шығарып жолын үйретуде. Өйткені біздің түпкі кәсіпкерлердің мақсаты, өзіміздің ойымыз экспортқа шығу керекпіз. Экспортқа шыққанда ең бірінші мына біздің Евразийский экономический союздың ішінде тұрған мемлекеттерге, сосын көрші тұрған Қытай елдеріне бүйтіп отырып, мысалы жаңағы Европа, басқа да мемлекеттерге шығып, сол жолын ашып көрсетіп, үйретіп, жалпы әрбір кәсіпкердің мақсаты сол болу керек. Түбінде елге ақшаны кіргізетіндей болу керек. Ойыңыз түсінікті. Камшат ханым ортамызда отыр. Мінекей өзіңізбен бірге жобаны бірге бастаған қоғамдық қордың үлесіне бірге атсалысқан. Камшат ханым, қолыңызға бір заттар әкелген екенсіз, таныстырып өтсеңіз, бұл тауарлары қандай ұлттық тағамдар? Саламатсыздар ма? Менің атым Камшат, қоғамдық қор ауыл аманаты. Қоғамдық қор ашылғаннан бері, даже ашылмай тұрып та, біраз ауылдарды, мен негізі товарны жаңа қуандық айтып кеткендей, товарны кредитпен ауылға Шалқар ауданына мал берем.
солай мына СПК-ның жігіттері барлығы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз деп келген ауылға. Содан мен товарный кредит туралы айту керек болғанмын. Сөйтіп халықтың алдында әңгімемізді айтып жатқанда көп сұрақтар болды. Бірінші бизнес планда қалай жазам, тауықты ешқашан көрген жоқпын, ол қалай болады, теплица қалай болады деген. Сол жерде мен ауылымның өзінің азаматтарына жақсы біз сізге бизнес жобаны өзіміз жазып берейік дегеннен басталған. Сөйтіп 10-11 ауданды аралап тастадық. 20-25 ауылдар аладық. Енді солардың барлығының басын қалай біріктіреміз деп жүргенде мына практиктерді тартып өзіміз офис аштық. Міне Ақтөбеден практиктердің бірі, мысалы птичник болса, бұл Евгения Макаревич, теплицадан Нұрлан деген жігіт бар, Мартоктегі Құтымата, Байғанидегі, сол кісілермен барлығымен келісіп оқыту жоспарын жасап жатырмыз қазіргі таңда. Енді біз Тимур екеуміздің тәжірибеміз, міне Тимурдың Семейде шығаратыны өнімі, бұл ұлттық өнім, мынау құрт. Бұл біздер түзбе деп айтамыз ғой, сондай құрт сорпаға салып ішетін. Сосын мынау кәдімгі бауырсақтары, мынау жаңағы жент. Бұл да бауырсақтың түрі. Экранға көрсетсеңіз, көрермендеріміз көрсін. Бауырсақ. Мынау талқан, кәдімгі біздің. Бұлар енді Семей жақтікі бидайден жасайды. Біздер тарыдан жасаймыз ғой. Сосын мынау жаңағы торттары, медовый деген торт. Енді біздің тәжірибеміз бұл переработка. Бізде мысалы мясокомбинат бар. Мен мясокомбинатпен мал шаруашылығы бойынша переработкамен өзім тәжірибеммен бөлісе алам. Тимур кондитерден бөлісе алады. Енді қазір ауылдан хабарласып жатқан қыз-келіншектер көп. Кондитер болғым келеді, қалай оқи алам деген. Соған жаңағы торт жасайтындарға мастер-класс өткізесіздер ме деп солармен келісіп жатырмыз. Барлық ақшаларын барлығын біздер өзіміз төлеп жатырмыз. Тек халықты оқытып, көрсетіп, білетін жағдайға жеткізіп берсе, әрі қарай енді қай жерге сатам деген сұрақ болады. Расымен де кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік. Бір жағынан қаржылай қолдайсыздар, екінші жағынан оларға кәсіби шеберлік сабақтарын үйретесіздер. Амандық болса, өте көп жоспарларымыз бар. Біраз адам жұмыс жасайды. Москвадан келген студенттер де бар қатарымызда. Сельхоз колледждің студенттерімен қазір общий чат ашып қойдық. Соларды оқытып, сол адамдарды, мысалы практиктің қолмен аяғы барып ауылдың басына жүріп тұратын, мысалы птичник болса, құс шаруашылығы болса, құсын бірге қарасуға, ол да өзі ары қарай өсіп кете алатын. Бағана бір сөзіңізде аудандардағы қазіргі таңда кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер жайлы айттыңыз ғой, тәжірибелі. Солардан мастер-класстар алады, кәсібін жаңа бастаған азаматтар деп. Ол кәсіпкерлерді қалай таптыңыздар? Кәсіпкерлерді іздедік өзіміз. Мысалы Макаревичпен енді ол құлағын халықтың көз алдында жүрген адам ғой, Макаревич, сонымен кездестік. Үйіне бардық, бір-екі рет. Баласы бар екен, инкубатор жинап жатырған. Содан кеше Тимур Москваға барып келді, Протэкспоға. Оның алдында біздер Уфада бір тоже выставкеге барып келдік. Сосын міне кеше Оренбургқа барып, Оренбургский комбикормовый заводқа барып, солармен келістік. Бізге халыққа жемді арзан бағамен беріңіздер деп. Сосын жұмыртқа сататындар бар екен Оренбургта. Солармен кездестік, арзан жұмыртқа алып беруге. Мысалы жаңағы Мила Викторовна деген бар, мысалы Мартөкте кімдер қуандықтар білет. Сол кісінің үлкен инкубатор несі бар. Қалай мини инкубаторный завод қой, енді целый 90 мың жұмыртқа можно сол жерге салуға болады. Енді соның барлығын ұйымдастыру бұл жерде. Ақкүл Сәбеттөлеуқызы жалпы осы ауыл аманаты қоғамдық қорының мүшелерімен бірге бірлесіп, ақылдасып жобаларды іске атқарып жатырсыздар ма? Атқарып жатырмыз. Бізге ауылдық тұрғындар банктік, бізде Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация бұл жерде оператор функциясын атқарады. Яғни мемлекет берген қаражатты ауылдық тұрғындарға 2,5% несие арқылы қаржыландыру. Енді ол кісілер бізге келіп жатыр.
көбі ауылдық адамдар көп қаржылық мәселелерді түсінбейді. Бұл жерде қоғамдық қор өзінің атынан бұл бизнесмен адамдар ғой, өздері құрып жатқан. Мысалы, қандай қаржылық мәселелерді түсінбейді? Бизнес жоспар деген. То есть адам 3 миллион алуға келеді, бірақ түсінбейді құс шаруашылығына қандай шығын бөлім статьяларына шығаруға. Немесе қандай талап ережелері бар? Енді ол ереже жағынан біз түсіндіріп береміз ғой. Бірақ ол қаржыны алғаннан кейін құстың қай жағына жұмсайды? Қорасы бар, жемі бар, суы бар, оның жылтуы бар. Ал қоғамдық қор бұнда жаңағы практик айтты ғой, практик Макаревич деген азаматша бар. Сол арқылы оқу жұмыстарын жүргізеді. Мәртөк ауданына келіп, осында қоныстанамын деп, жобамды бастаймын, аталмыш ауыл аманатына қатысамын деп жатқан азаматтар бар ма? Әрине, ондай азаматтар бар. Себебі бұл енді жаңа айтып кеткендей 2,5%, 2,5% беріп жатқан несие болғаннан кейін, бүгінгі таңдағы инфляция деңгейімен салыстырған күнде де 5 жылдан кейін бұл ешқандай бір тегін берген несие есебінде қарастыруға болады. Әрине, ондай ниет білдіріп жатқандар бар, бірақ енді біздер ең бірінші өзіміздің азаматтарымызды қамтып, өзіміздің азаматтарымызға несие беруді жоспарлап отырмыз. Енді жаңа айтып кеткенде, бұл несиенің ең бірінші тиімділігі ауылдық жерлердегі, ауылдық елді мекендердегі үйлерді кепілдікке қоюға болады. Оның құрылған жылына қарамастан, құрылған материалына қарамастан, екінші деңгейлі банктерге мысалы оған дейін несие алып жүрген азаматтар болса, оларға белгілі, бұл жерде өздерінің екінші деңгейлі банктердің шарттары бар. Үйдің салыну жылының төмен болмауы, немесе бір нақты бір материалдан салынуы деген. Бұл жерде енді несиелендіру, мына жерде Ақгүл айтып кетті, несиелендіру кепілдікке қою ауылдық жерлерден мүмкіндік беріліп жатыр. Өздерінің үйлерін кепілдікке қою. Содан басқа бұл жерде енді былай айтып болады, өте тиімді мәселе. Тек қана ол үй емес, қосымша кепілдік ретінде оған осы облыста орналасқан болса, басқа үйлерді де қоюға болады. Және жылжитын мүліктерді, немесе автокөліктерінде өзінің шарттары бар, автокөліктерінде дополнительно кепілдікке қоюға болады. Енді жаңа өз сөзімде айтып кеттім ғой, ауылдық округ әкімдері скрининг жүргізуде. Енді кейбіреулер түсінбей жатқанша скрининг деген. Скрининг дегеніміз бұл жалпы ауылдық округты зерттеп, зерделеу деп айтуға болады. Енді бұл әкімдеріміз зерттеп, зерделеу барысында енді бүгінгі таңда біздер енді анықтап отырмыз. Ет бағытында, сүт бағытында біздер өз-өзімізді толықтай мысалы қамтай алады екенбіз. Нақты біздер мына пилоттық жобаға қатысып отқан екі ауылдық округіміз болды, Тәңірбен ауылдық округі мен Қаратоғай ауылдық округінде. Сол ауылдық округтерді жүргізген скрининг нәтижесінде біздер енді құс етімен және құс жұмыртқасымен өзімізді 100%-дай қамтымайтынымызды анықтап отырмыз. Енді жалпы қазір халық тамақтанатын нақты 65 тағам түрін біз анықтап отырмыз. Сол 65 тағам түрінің ішінде мысалға 1%-дан 60%-ға дейін өз-өзімізді қамтитын тағам түрлері бар екен. Сол себептен қазіргі басты мақсатымыз сол өз-өзімізді қамтымайтын тамақ түрлерімен, көкөніс түрлері болсын, сүт өнімдері болсын, солармен өз-өзімізді толықтай қамтуға жұмыс жасап жатырмыз. Себебі енді белгілі өз-өзімізді 100% қамтымағандықтан ол тамақтар сырт елден болсын, басқа облыстан болсын, басқа қаладан әкелінеді. Ол дегеніміз сол ауылдың қаражаты басқа жерге шығып кетеді деген сөз. Мастер-класс жүргізіп жатырмыз дедік қой. Мастер-класс жүргізіп жатқан азаматтарымыз бар. Соның ішінде жаңа осы студияға келіп отқан Көпжан рахатымыз да келіп отыр. Көпжан мырза, кәсіпкерсіз ғой. Жалпы жобаның кәсіпкерлерге берері қандай? Саламатсыздар ма? Бұл жобаның керемет нәрсесі, бұл айтқанда жаңа айтып кетті ғой көпшілік. Тегін ақша, былай айтқанда тегін ақша беріліп жатыр адамдарға. Бұл өте керемет мүмкіндік. Біздің облыс әкімінің бастауымен әкелінген жоба облыс өңірге. Бұл жобаның қазір кез келген адам өзінің былай айтқанда әр адам енді өзінің отбасын неткісі келеді, асырағысы келеді, бақытты қылғысы келеді. Сол үшін өзінің арманы бар. Арманын мысалы жоспарға айналдырып іс әрекет істесе осы нелермен өте керемет мүмкіндік болатын еді.
Ауданда қанша кәсіпкер бар? Осы жобаны бастағаннан кейін кәсіпкерлердің саны артты ма? Әрине, жобаны бастағаннан кейін кәсіпкерлердің саны артады, арттап келеді. Себебі бұл жобаның ең бірінші мақсаты жеке тұлға, жұмыссыз деп айтып кеттім ғой. Ең бірінші бағыты бұл жерде жұмыссыздықтарды азайту, өз-өзін қамтушыларды азайту және әлеуметтік төлемдерді алатын азаматтардың санын азайту. Енді скрининг барысында біздің жоспарымыз бойынша енді 100%-дан 40%-ға дейін біздер жұмыссыздар санын азайтатын округтеріміз де бар. Әрине бұл жерде енді бұл жеке кәсіпкер несие алып өз кәсібін бастағаннан кейін СПК-ның ең бірінші шарты деп айтуға болады. Шарты ол жеке тұлға, жеке кәсіпкер болып тіркелу керек. Жеке кәсіпкер болып тіркелгеннен кейін әрине аудандағы жеке кәсіпкерлердің саны көбейеді. Бұл жерде енді ең бастысы жаңа айтып кеткендей тек қана жеке тұлға ретінде жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлер емес, одан да бөлек бұрыннан да кәсіпкер ретінде тіркеліп тұрған азаматтарымыз да бар. Олардың да өзінің жаңағы кәсібін одан арты ұлғайтып дөңгелетуге біраз мүмкіншілік беріліп отыр. Көрермендеріміз келіп отыр, алып қосарларыңыз болса, немесе мінекей ауыл аманаты жобасы бойынша тыңғылықты маман иелері келіп отыр. Осы мамандарға қояр сауалдарыңыз болса, мәрхабат, бір-екі ауыз. Құс шаруашылығына субсидия бөліне ме? Егер сіз мемлекеттің талабына сәйкес субсидия алатын азамат болып жатсаңыз, ол ақшамен несиені жаба аласыз. Бізде именно сол бизнестен алып, табыс алып, сол табыс ақшасымен жабу деген мақсат жоқ. Несиені қайтарудың қандай жолдары бар? Несиені, бұл ақшалай алған несиені ақшалай қайтарады. Бұнда жеңілдік кезеңі бар. Жеңілдік кезеңі деген бұл каникулы. То есть, осы біз несиені береміз жаңағы тұрғынға, ауыл тұрғынына. Ол кісі келесі айда уже қайтармайды. Оған 12 ай каникул беріледі. Пока жобасын бастап, бизнесін аяққа тұрғызға дейін сондай мүмкіндік беріледі. Каникул ретінде несие комитетінің шешімімен. То есть банктер бұндай условия жасамайды талаптар. Банктен несие алсаңыз, келесі ай уже қайтаруыңыз керек график бойынша. Бұнда льготный период каникулы болады. Саламатсыздар ма? Есімім Дәулет Қанатұлы. Осы бірнеше ай бұрын облыс басшысы Ералы Лұқпанұлы ауыл аманатын жүзеге асыру мақсатында біздің ірі кәсіп орындарына, кәсіпкерлерге қолдау көрсетуді ұсынды. Сол әкім облыс басшымыздың сұранысы бойынша біздің құрылтайшымыз Айдархан Окурпашина Ауыспаевна, Ақбөбек компанияның құрылтайшысы дем деген бағдарламаны жүзеге асыруға тапсырма берді жарты жыл бұрын. Енді дем деген бағдарлама, бұл бағдарлама біз айтып жатырмыз 2,5% кредит алып кәсіппен дөңгелету деп. Бірақ ауыл аманатын терең түсінген адамға ауыл аманаты ол жас мамандар ауылға барып, сол ауылды өзінің кәсібін дамыту арқылы ауылды көркейту, дамыту. Біздің дем бағдарламасының негізгі мақсаты оқыту жас мамандарды. Ауыл аманатына қалай келу керек, қалай жету керек, яғни миына шабуыл жасап, трансформация жасау керек. Қазір таңда 6 күні біз өзіміздің дем бағдарламасының алғашқы потогын бастадық. Ол Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасымен, облысымыздың ішкі саясат басқармасымен бірге отырып скрининг жасадық. Скрининг нәтижесі бойынша 280 жас кәсіпкерлер қызығушылығын білдірді. Оның 30-ы қазір таңда Компит лагерінің базасында 5 күн үздіксіз білім алу барысында. Яғни түске дейін оларға инновациялық менеджмент, көшбасшылық, қаржылық сауаттылық және де IT мамандықтары бойынша курстар өтсе, түстен кейін олар кәсіп орындарына, осы қала маңында кәсіп орындарына барып практикалық түргеден есептерін кәсіпкерлермен сұхбаттасып, яғни ол кәсіпкерлер қандай кәсіпкерлер? Өздерінің кәсіптерін шағыннан бастаған. Енді 5 миллион дегеніміз үлкен кәсіп, үлкен оборотқа шығуға мүмкін емес, бәріміз мойындау керекпіз. Яғни үлкен гринхаус сияқты теплицаға салмаймыз. Сол себептен қала маңындағы кішкентай кәсіппен, мысалы биогумус жүйелі кездесті, құс шаруашылығымен Сергей деген, Максим деген шаруашылықпен кездестік, балық шаруашылығына бардық, бірнеше теплицаларды аралап қараладық. Жас мамандар осы өз көздерімен көріп, қазір таңда негізгі өзінің бизнес жоспарын
ауылдағы проблеманы көтеріп бастап жазып жатыр, өздері жазып жатыр. Ол өте маңызды, өйткені бизнесті сүйе біліп, өзі махаббатымен жазған бизнес ол ары қаратай дамып кетеді деген ойдамыз. Бұған дем бағдарламасы өзінің септігін тигізіп жатыр. Әрине, өйткені енді қасымызда мына жас мамандар, кәсіпкерлер отыр. Осы дем бағдарламасының қатысушылары басына келгенде түсініксіз ауыл аманаты деген не мақсатта кәсіп деген не, кәсіпкерлер көп қой, дем деген не деген түсініктері болды бірінші күні. Ал курс басталғаннан кейін өзі көзқарастары өзгерді. Яғни ауыл аманатының негізгі философиясын түсіне білдік, ұқтырдық деген ойдамыз. Бұл ауыл аманаты. Жақсы, кейіпкерлеріміздің өзінен сұрайықшы. Жалпы бағдарламаға қатысқаннан кейін қандай ойға келдіңіздер? Бізді Күлбаршын Алпысбайқызы өзінің қаражатымен оқытып жатыр, және мен бұны облыстан негізі көп ұлғайту керек деп ойлаймын. Өйткені айтқандай 300 бала сұранысқа түскен, ішіне 30 ғана біздің енді статусқа салып отырамыз. Сонда ауылдағы жастар сұрайды, қалай оқып жатсыңдар, не істесе болады деп. 2,5% жастар кредит алғанмен, оны қайттан қайтара ала ма, ол банкротқа ұшырай ма белгісіз ғой. Ал бұлар бағанағыдай кәсіпорындармен кездестіреді, және практика алмаса уже алған адам уже дайын болады, 2,5% қайтаратын тиімді болады. Ал оқымай алса, ол енді шығын болады деп ойлаймын. Осындай оқуларды көбейту керек деп ойлаймын. Ауыл аманаты 2,5% ол өте тиімді. Айтылып жатыр, мағадан бері мамандар айтылып жатыр. Мен өзім үміткермін соған. Және оқу орны дем, қазір дем оқу орында жобасына оқып жатырмын. Осы дем оқу орын көп жарналамаса екен дегендей да. Өткені маған әкімшілік айтпаңыз, мен білмейтін едім. Қандай кәсіп ашқыңыз келеді? Жылыжай. Жылыжай ашқыңыз келеді. Ақгүл Сәбеттөлеуқызы, мінекей кейіпкерлеріміз алдағы уақытта осы жобаға қатысқым келеді дейді. Негізінен қандай кәсіптік салалар қаржыландырылады? 3 сала. Бұл бірінші кезең бойынша құс шаруашылығы, жылыжай, то есть өсімдік шаруашылығы, переработка бағыты. Бұнда енді бұл азамат айтып отырғандай риск дейді ғой, тәуекел. Тәуекел ету керек міндетті түрде. Себебі бізге вообще СПК-ға кішкене повезло, что осы фонд, ауыл аманаты фонды құрылды. Енді біз процесс жағынан заявкаларды қабылдау жағына акцент үлкен бөлеміз. Сонымен қатар бұл азаматтар өзінің идеясын, енді бизнесмендер ғой, өздері заводтары бар, өзінің шаруалары бар болғандықтан бұндай азаматтарға возможность беріп жатыр оқуға. Адамдармен келісіп, менторлармен келісіп, өткен аптада оқу процесі болды. Арнайы жобадан рұқсат уже положительный решение алған адамдарды біз WhatsApp группаға тіркеп, арнайы шақыру жасадық. То есть айтқым келгені, ауыл аманаты бағдарламасынан адамдар қорқпау керек. 2,5%-пен несие аламда жұмысым жүрмей, үйімді алып алады деп. Біздің ең басты мақсат бұл ауылдық тұрғындарға практикалық көмек көрсету. Өзіміздің СПК Ақтөбе СПК компаниясының мақсаты сондай, кәсіпкерлікті дамыту. Сонымен қоса, және айтып кетейінші, жеке тұлғалармен қатар кооперативтерді де дамыту керек. Оларды бірінші этап бойынша құрал жабдықтармен қамтамасыз ету. Яғни бұрынғы совхоздарды тірілту ғой қазір, сондай салада жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аудандарда кәсіпкерлер көмектесіп жатыр ғой, кәсібін ашамын деген, жаңадан бастаймын деген азаматтарға. Бірақ енді ол жерде талаптары сәл өзгерек секілді, өйткені тауарлық несие түрінде де қайтарып жатқан азаматтар бар. Енді бұл жерде тауарлық несие деп жаңа айтып кеттім ғой сөзімнің ең басында. Тауарлық несие бойынша әрине бұл тауарлық несие беретін адам мен тауарлық несиені алатын адамның арасындағы өзі келісім шарты болады. Бұл жерде енді көбінесе келісім шартқа байланысты тауарлық несиені сол алған өнімнен, яғни сол малдың түрінен қайтарылады деп есептеп отыр. Бұл несиені берушіге де, несиені алушыға да тиімді жағдай.
Және мысалы сол алған төлдің мысалы 50%-ын немесе 40%-ын келісу арқылы, екі жақтың келісу арқылы төлмен қайтаруға мүмкіншілік бар. Сол себептен бұл тауарлық несие тек қана екі жақпен және мына біздің әкімшіліктің тарапынан беру кепілдік арқылы біздер өзіміз сол жерде кепіл есебінде, гарант есебінде сол екі жақтың келісімін қарап төлмен қайтаруға мүмкіншіліктер туындап жатыр. Жақсы, енді ауыл аманаты жобасы жайында айтылатын әңгіме көп. Бұдан кейінде де бағдарламаларды біз міндетті түрде талқылайтын боламыз. Бағдарламамыз аяқталып қалды, сондықтан бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайық. Бір ауыз қорытынды сөздеріңізді айтып өтсеңіздер. Енді айтып жатырмыз, ауыл аманатының бағдарламасының тиімділігі, бағдарламаның ең басты мақсаты бұл жерде ауылды елді мекендердегі ауылдарды дамыту, ауылдағы жұмыссыздық деңгейін, ауылдағы жұмыссыздық деңгейін түсіріп, сол ауылды дамыту болып табылады. Сол себептен жаңа айтып кеткендей бұл жерде несиені алғаннан кейінгі төлеу бағыты да өте оңай. СПК-ның өкілі Ақгүл айтып кетті. Бір жылға дейін жеңілдік бар. 2,5% өте төмен пайыз. Сонымен қатар жаңа айтып кеткендей ауылдық жерлердегі үйлерін кепілдікке салу мүмкіндігі. Ең бірінші мүмкіндік сол. Ол жаңағы қамыстан салған үй болсын, саманнан салған үй болсын, сол үйлерді кепілдікке салып, осындай өзі кәсібін дөңгелетемін дейтін азаматтарға үлкен мүмкіндік. Аққұл Сәбит Төлеуқызы. Енді ауыл аманаты бағдарламасы туралы естіген жандарға айтқым келгені, бұл бағдарламадан қорықпау керек. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Ауылдық жерде қаладағыдай тұру. Яғни өзінің жеке мұқтаждықтарын қамтамасыз ету. Ауыл аманаты жобасына ауылдық тұрғындар қатысуы керек. Ол үлкен мүмкіндік. Ауыл әкімшіліктері бізге сол бағытта көмек беру керек. Тимур мырза, алып қосарыңыз бар ма? Бұл ауыл аманаты жобасын барлығымыз қолдауымыз керек деп ойлаймыз. Ол тек қана мына жобаға қатысатын адамдардан бөлек әрбіріміздің біздің міндетіміз деп ойлаймын. Өйткені ауылымыз негізінде әрбіріміздің шыққан жеріміз қаладан бөлек. Сосын қазіргі кезде былай қарасақ, ауыл деген ол біздің мәдениетіміздің, тарихымыздың алтын бесігі. Сондықтан ауылдың жаңағы тұрмыс жағдайын жақсарту ол біздің әрбіріміздің міндетіміз. Соның қосалық тағы да мына шетелде жүрген студенттер қайтарымыз, біз жақын арада қоғамдық қордың ұсастырып, шетелде халықаралық студенттермен жасалған жаңағы қоғамдық қор жасалып жатырмыз. Сол шетелдің студенттерін шақыратынымыз осы жобаға қатысып көмектеріңіз болсыңыздар деп сұраймыз. Әрине, бағанадан бері көптеген әңгіме айтылды, сондықтан бүгінгі сұхбат үшін барша көрерменнің атынан сіздерге алғысымызды білдіреміз. Ауыл аманаты сынды ауылдың әл-ауқатын көтеруге арналған жобаларымыз көп болғай, осымен бағдарламамыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.